Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Бүгін 20 наурыз ұлттық ойындар күніне орай қала жастарына қазақтың ұлттық ойындары жайлы сұрақ-жауап жүргізетін боламыз. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Қазақтың ұлттық ойындарын қандай түрлерін білесіңдер? Көп бар. Ләңгі тебу, асық ату, арқан тартыс бар. Қазақтың ұлттық ойындарын атап бере аласың ба? Асық ату, көкпар, қызғу, арқан тартыс болды. Асық ату ұлттық ойыны жайлы не айта аласыз? Асық ату ұлттық ойыны жайлы, енді асық деген біздің салт дәстүрімізде бар ойын. Ата бабамыздан бері қарай келе жатқан ойындардың бірі. Асықты баяғыда енді қазақ халқы көшпенді халық болғандықтан, ол кезде ойыншықтар болмаған, қазіргідей балалар деген таспен ойнаған, осындай малдардың сүйектерімен ойнаған. Сол кезде осы асықтың жаңағы жіліктері дейма, жаңағыдай буындарын алып осындай асықпен балалар ойнаған. Оны күндіз де ойнайтын болған, түнде де ойнайтын болған. Одан кейін ол асыққа қорғасын құйып, оны саха деп атаған болатын. Оны тағы әртүрлі ойнайды, мергендерге арналған ойын болған. Аты бәйтер бүк түсті, шүк түсті деп әртүрлі ойындар ойнап жататын. Бірақ қазіргі заманда ол ойындардың бәрі қалып келе жатыр деп ойлаймын, өкінішке орай. Енді соны жастар біздер қолдап, ары қарай дәріптеп, осындай ауыз екі дәстүрі арқылы кейінгі ұрпаққа жеткізетін біздерміз деп ойлаймын. Осымен біздің сауалнамамыз өз мәресіне жетті. Ендеше жастар, сіздер қазақтың қандай ұлттық ойындары жайлы білетіндеріңізді төменгі бөлікке қалдыра кетіңіздер.